Ақсақ келін. Тіпті неден бастарымды да білмеймін. Толыққанды отбасында 1982 жылы дүниеге келдім. Анам мен әкем мені 7 жыл күткен екен. Мен туылғанда төбелері көкке жетіп, думан той ұйымдастырыпты. Ол заманда бәрі басқаша еді ғой. Бағыма орай, маған ең керемет ата-ана нәсіп етті. Бірақ ұзаққа созылмады. Шамамен бірден асқан шағым екен. Туысқандарым үйге қонаққа келіпті. 7-8 жасар туыс әпкем мені қол арбамен айдаймын деп қиғылық салып тұрып алыпты. Амал жоқ, анам мені отырғызып, өзі қонақтарға шай құйып, тамақ дайындап жүргенді. Біраз уақыт өткен. Әпкем мен менің жоқ болғанымызды байқап, анам сыртқа шықты. Сол күні екеумізге 4-5 сағатқа дейін іздеу салған. Бірақ хабар жоқ. Кеш қараңғылай бастағанда жол жақтан қарауытқан бейне көрінген. Туыс әпкем мені қол арбаға салып айдап келе жатыр. Анам алды-артына қарамай, бізге қарай жүгіре жөнелді. Әпкемнің өңі суық. Мені айдап алысқа кетіп қалған. Бірақ менде үн жоқ. Астыма төсеген жұқа көпшікті жауып қойған. Анам мені шақырса да оянбаппын. Ақыр соңында уайымдаған анам көпшікті ашып қалғанда, 2 аяғымның біріне қан толып қалған. Бірден қолын мұрныма тақаған. Пайымдауынша есімді жоғалтқан. Дем алып жатқаныма көз жеткізді. Ал әпкем болса, қорыққанынан жылап, өзінің анасына қарай жөнелді. Барлығы абыр-сабыр. Анасы туыс әпкемнен не болды деп сұрағыштап жатыр. Қорқып қалған әпкем әзер дегенде, мен оны жолға құлатып алдым. Өзі де қатты шошып кетті. Бір мезетте аяғы қанай бастады. Бірдеңе кіріп кеткен сияқты. Жан жағымда ешкім жоқ, алыстап кетіппіз. Бұлақ тәріздес жер, тереңірек. Қорқып Аляны әрең алып шықтым, деді өксіп тығылып. Мені үйге әкеліп, аяғымды мықтылап шыт-шүберекпен таңып қойды. Денемде әл жоқ, сұп-сұр болған бет жүзімді көріп анам қорқып тұр. Абыр-сабырда 2-ші көшедегі тәуіп Биғайша апаға мені дереу жеткізді. Әкем мен анам мені уайымдап ентіккендерін баса алмай Биғайша ападан көмек сұрады. Бірақ ол кісі ештеңе істей алмады. Амалсыздан әкем ауданға таныс көліктерімен мені алып кетті. Анам да жанымда. Жанын шүбірекке түйіп отыр. Түн ортасында аурухана іші тым-тырыс. Кезекші дәрігер шақырып, ол бас дәрігер шақырамын дегенше біраз уақыт өтті. Дәліздің төр жағынан келе жатқан дәрігерді көріп, ата-анам қобалжып отыр. Лезде жандарына келген дәрігер, бала естісіз жатыр ма? Не болды оған? Әке мен анам тілдері күлмерсеуде болған жайтты баяндап берді. Дәрігер мейірбикелер шақырып, кішкентай Аляны жан сақтау бөліміне алып кетті. Кішкентай болсам да рухты болдым ба, сол арада есімді жиғызыпты. Бірақ артынша жағдайымды бір қалыпты етіп алған соң, наркоз беріп, аяғыма ота жасалынды. Аяғымнан анамның айтуы бойынша бөдененің жұмыртқасындай шиша кіріп кеткен. Ол ма? Бел омыртқам сынып, жамбас сүйегім ажырап кетіпті. Алла тағала қолдап, ота жақсы аяқталды. Бірақ жан сақтау бөлімінде біраз жаттым. Арада 6 ай уақыт өтті. Орнымнан енді тұрып жатқан менің шиша кірген емес, сау аяғым көп ауырып жүрді. Аяғым деп қатты жылайды екенмін. Бірақ ауырғанда қайсы аяғың десе, сау аяғымды көрсетеді екенмін. Кішкентай болсам да сол кездегі ауырлықты қатты сезіндім. Өсе келе аяғымның ауырғаны күшейе түсті.
Арада жылдар өте берді. Бір аяғымды сілтіп, сүйретіп әрең жүрдім. Бір қолымда икемге келмеді. Солай өмірдің қадірін біраз түсіндім. Нақты себебі белдегі тамыр қысылған ба, жоқ наркоздың әсері ме белгісіз. Ешкім оны нақты айтпады. Өздері басын алып қашты ма әйтеуір. Емді Түркиядан барып аласыздар. Біз аурудың себебін таппадық деп дөп басып айтты. Жасым 9-ға келгенде әкем бізді тастап кетті. Маған сен туылғаныңнан өмірге келмей-ақ қойғаның дұрыс еді дейтін. Ондай әкенің бір тиынға керегі жоқ дедім. Амал жоқ. Шешем байғұс зар еңіреп қала берді. Сонша жыл отасқан жолдасынан мұндай істі күтпеді. Анам жұмыс жасады, бірақ ас ауқат пен киім-кешектен ақша артылмайды. Қайбір жартып айлық алады ол заманда. Әйтеуір жылап жүріп, үйде мүгедек балам бар еді деп, оларға жалақыны әрең беретін. Ақшаның жоқшылығынан басқа ел түгілі жанымыздағы Түркістанға да бара алмадық. Жылдар өте берді, жасым 20-дан асты. Алайда жұмыс жасауға қауқарым жоқ. Әкемнің қайда жүргенін Құдай біледі. Ал анам болса сүйретіліп, ауырыңқырап жүр. Жағдайны сұрауға да ұяламын. Болмаған соң тұрып, істей алмасам, отырып жасайтын жұмыс табамын, деп таяғымды ұстап көшеге шықтым жайменен. Ақсаңдап келемін. Құлазыған көңіл күйімді баса алмай. Ең болмаса бір жұмыс шығып қалса болар еді. Қанша теңге болса берсе болды. Бір күнде бір нанымызды алсам да ризамын. Басқа ештеңе керек емес. Жол бойында дүкен тұр екен. Ішіне мойын сұқсам, сөрелерінде бірен-саран ғана азық-түлік тұр. Ішіне кіруге жүрексініп тұрмын. Дегенмен де кіру керек. Аяғымды барынша дұрысырақ басуға мәжбүрлеп, ойымды жинақтай алмай кіре жөнелдім. Сәлеметсіз бе? Сіздерге жұмысшы керек емес пе? Сәлеметсіз бе? Табалдырықта тұрмаңыз, ішке кіріңіз. Сөйлесейік. Мен жаймендеп кіріп келемін. Менің жүрісіме қарап, сатушының өңі бозарып кетті. Аяғымды байқады-ау. Енді бір қолымның да кемістігін байқап қоймасыншы, деп қолымды белдемшемнің қатпарлы қабатына жасырып келемін. Сонда сатушы: бізде байқап тұрғанымыздай сөрелер толық емес. Бұл заттарды алып, бақылап тұруға әзірге өзімде жетемін. Қазір маған көмекші қажет емес, деді басын ілгері бұрып. Оған қарсы уәж айта алмадым. Мүгедекті қайтсын. Осылайша біраз жерлерге кіріп шықтым. Жап-жас болғаныммен мүгедек аяқ қолымды байқап сөздерінен тайтқып, сыртқа тепкендер көп болды. Біразға алыстап кетіппін. Шаршағанымнан ағаштың көлеңкесіне отырып біраз демалдым. Отырғаныма көп болмады. Арғы бұрылыстың бойында тұрған кішкентай дүңгіршекке көзім түсті. Баруға жүрексініп тұрмын. Бірақ сана сезімім барып көр деп тұрғандай. Ақыры солай тұрғанда жанына қалай жетіп барғанымды байқамай қалдым. Ішіне кірсем, кілең, жібек мата, перде, шыт және құрақ көрпешелерге арналған біздің тілмен велюр маталар. Тіпті кесте тоқитын бұйымдар мен тоқыма жіптер де бар екен. Шынымды айтсам, қатты қызықтым. Сатушысы келіп: сізге не керек? Көмектесейін бе? Мен негізі жұмыс іздеп жүргенмін. Бірақ сіздердің заттарыңызға қарап, таңырқап тұрмын. Жалпы қызығып тұрмын дегім келген. Басқа жақтың барлығы менің бір аяғым мен қолымның жарамсыздығын көріп шошып жүрді. Сізді алдамай осылай шындығымды айтып алайын деп едім.
Сатушы өзі ашық жарқын кеңпейілді жан екен. Мен жағдайымды баяндаған соң өліп тіріліп ас түсіме түсіп жүр. Жастайымнан осындай қиыншылыққа тап болғаныма сенбей қайран қалды. Шынымды айтсам, тағы да сұрауға қымсынып тұрдым. Мені дымға игім келмейді, не іздеп келді деп сөйлеме деген қорқыныш болды. Бетімне, көзіне қарауға бата алмай, айтқан әңгімесін тыңдап үнсіз отырдым. Әңгіме әрине мен туралы болған жоқ. Құрақ құрап отырды, сонымен өзі де іші пысқан секілді. Біраз нәрсені әңгіме қылдық. Біраз отырып қалыппыз. Соңында маған: "Былай істейікші, Алия. Сен жап-жас әдемі қызсың. Бірақ бұл жерге дейін келуің саған қиындық соғады. Аяғың онсыз да ауырып жүрген шығар. Өмірде неше түрлі оқиғалар болады. Бірақ шүкір, бір аяғың жарым жан болса, екінші аяғың сау. Ештеңе етпейді. Мүлдем жүре алмайтын пенделер де бар ғой." Бұл сөздерден соң денеме сенімсіздік ұялады. Бұл кісі де мені жұмысқа алғысы келмей тұр. Бейбақ болдым-ау, бейбақ. Жалғыз анамның соры болдым ғой. Көзімнен мөлтілдеген жастар шығуға әсер тұрды. Енді болмаса кетіп қалғым келіп тұрды. "Жаным Алияш, былай жасайық. Қазір сен өзіңмен бірге әртүрлі маталар алып ал. Мен саған бір ескі машинамды бере тұрамын. Қазір жақсылап мен тіккен тігістерді көріп ал. Аптасына бір рет тіккеніңше маған әкеліп тұр. Мен саған мата беремін, ал сен тігіс тігесің. Ақша жағын уайымдама. Өз істеген дүниеңнің ақшасын өзіңе беремін. Бола ма, айтшы?" "Болады әрине. Мен қайта қуанғаннан төбем көкке бір еділ жетпей тұр." Біраз маталарды алып арқама асып алдым да үйге қарай қуана-қуана жүре жөнелдім. Үйге келіп, жақсылап шәй демдеп, анамды күттім. Кешкісін анам келген соң екеуміз жақсылап әңгіме дүкен құрдық. Менде енді жұмыс бар. Мен енді жұмыс жасаймын. Қандай керемет я. Енді білмегенімді анамнан сұрап, мына маталардан біраз дүние тігуім керек. Арада біраз уақыт өтті. Тігінің арқасында біраз ақша таптым. Анам бос кезінде маған қолғабыс болып жүрді. Кешкісін тіккен жұмысымды дүңгіршекке апаруым керек. Анам кешігіп жатыр. Бірге апарамыз деп келіскен едік. Кеш болып кетпей тұрғанда өзім шыға салайын деп үйден шығып кеттім. Жол бойы тым-тырыс. Күндегіден адам саябырсып қалыпты. Дүңгіршекке иесі кетіп қалмай тұрғанда ертерек жетіп алайын деп келемін. Анау маңнан бір түрлі иіс шықты. Сигарет шегіп жатқан 3-4 ер адам тұр екен. Дірдектеп, сүйретіліп, әрең өтіп бара жатырмын. Тап тура келіп ұстап алатындай. Жан-жағыма қарауға да қорқып келемін. "Я Аллахым, өзің жар бола көр." "Тоқта!" Қатерлі дауыс, жуан дауыс, ер адам. Бірақ неге айтты? "Тоқта!" деймін. Жәймендеп артыма қарадым. Анадайдан маған қарап сөйлеп тұр. Жақындамаған. Көздеріне қарауға да жүрексініп, басым салбырап тұрып қалыппын. "Қорықпай діттеген жеріңе кете бер. Саған зәру болып тұрған біз жоқ. Ақсақтың қарғысына қалар жайымыз жоқ", деді. Мәссаған, өне бойым шымырлап кетті. Өте ауыр тиді. Иә, жаныма тиетін сөз. Бірақ бастысы маған тиіскен жоқ. Тордан құтылған торғайдай алды-артыма қарамай дүңгіршекке жөнелдім. Істерімді апайыма көрсетіп, жолға болған жағдайды айтып бердім. Сонда да қорқып тұрмын ғой. Қалай қайтамын? Қайтпасам анам жалғыз қалады. Апайым да сезді ме? Сені менің балам мотоциклмен жеткізіп салады. Сен әлі жассың ғой. Тіпті қазір қараңғыда түсіп қалыпты. Дүңгіршекке жабысқақ қабырғаның ар жағында үйі тұр екен. Ұлын шақырып, мені апарып салуымды өтінді. Сәлден соң ар жағынан бетіне кеш батқанда
күннен қорғайтын маска киген, көзіне қап-қара көзілдірік таққан ұзын жігіт шыға келді. 2 адамдық мотоциклдің пассажирский жағына мен отырыңыз дегендей нұсқап, екеуміз де жайғастық та үйіме қарай бет алдық. Жол бойына тыныш бардық. Қайдан тыныш барайық? Мотоцикл дауысы одан қалса жел соғып тұр. Бұлай тартымды жігіт, бірақ момын секілді. Жоқ, момында емес. Мінезі тым қиын жігіт секілді. Бірақ бет әлпетін көре алмадым. Тағы да барам ғой, сонда көрермін деп, әйтеуір ішімнен күңгірлеп келемін. Ал ол кісінің менде шаруасы жоқ. Сен де бір бәле болдың. Басқа тірлігің жоқ еді деп отырған шығар, отырған орнында. Үйге жеттік. Анам жұмыстан келіп ас әзірлеп жатыр екен. Барып қатты құшақтап алдым. Бастықтары жиналыс жасап кеш келіпті. Бір бәледен аман қалғанымды айтып, мен де әлек болып жатырмын. Анам сонда, жолда кетіп бара жатсаң, итке қорқаңды байқатпай өт. Қорықсаң бірден сезіп атылып келіп тістеп алады. Кейбір адамдар да сондай, беймарал өт. Әйтпесе олар да сезіп, арам ойын жүзеге асыру мүмкін, деді. Екеуміз шүйіркелесіп отырып, кешкі асымызды ішіп алдық. Күндеріміз жалғасып өте берді. Біраз ақша жинап тастадық. Анам екеуміз ойласа келе Ташкентке емге баратын болып келістік. Жасым небәрі 23-те болса да, тұрмысқа шығуға қорқамын. Ол туралы маған анам жиі айтады. Маған ондай ой келмепті. Анам айтқан соң, тіпті өз-өзіммен сескеніп жүрдім. Дүңгішіктегі апайымнан сұрандым. Анам да жұмысынан сұранып, Ташкентке бірден баратын автобусқа отырдық. Бірақ барғанша біраз қиналып қалдық. Бел деген қақиып, икемге келмей қойды. Бар жинағанымызды түйіп бара жатқанда ауруды ұмытып кеткендейміз. Білікті дәрігер бар деп естідік. 2 күн дегенде шарлап жүріп әйтеуір іздеген адамымызды таптық. Бүгін мен үшін маңызды күн. Ең мықты деген дәрігерге баруға шешім қабылдадым. Дәрігердің қабылдауына жазылып, өз кезегімізде күтудемін. Жүрегім біртүрлі болып, анамның қолдарынан қысып қоямын. Қолдарым бір демде терлеп кетті. Дене мұздап бара жатқандай. Тұрлыбекова. Орнымнан атып тұрып есікке қарай ұмтылдым. Башпайларыма дейін терлеп кетті ме білмейм, тіпті ыңғайсызданып кеттім. Оң аяқпен кірейін деп, табалдырығын аттап, ішінен егде жастағы көзілдірік таққан ер адамды көрдім. Анам да соңымнан еріп кірді. Мен мең-зең күйде тұрғанда, анам болған жағдаяттың барлығын үтір нүктесіне дейін айтып берді. Мені жатқызып, аяқ астымды, бел омыртқамды түгел тексерді. Аппаратқа түсіру керек деп, қарама-қарсы бөлмедегі құрылғыларға барып жатқыза бастады. Жүрегім бір түрлі алабұртып тұр. Жан-жағыма алақ-жұлақ етем. Анам әйнектен уайымдап қарап тұр. Оның да жанарында бір есіл мұң. Барлығын тексеріп, көріп болған соң, 15 минут күте тұрыңыздар деп, дәрігер басқа бөлмеге кіріп кетті. Жаныңа тағы бір 2-3 ақ халаттылар келіп қосылды. Соңында бізді де шақырды. Ханымдар, бізді кешіріңіздер. Қазіргі уақытта сізді емдейтін толыққанды жүйелер жоқ. Бізге барымызша көмектесуге тырысамыз. Алайда 60-70% ғана кепілдік бере аламыз. Сіздерді қатты да қорқытпаймын. Бел омыртқаңызға ота жасалуы керек. Егер жақсы шықса, Алла қаласа, аттай болып кетесіз. Ал ота сәтсіз шықса, 2 аяғыңызды бірдей жүрмей қалуы мүмкін. Сондықтан біраз ойланыңыздар. Мен дайынмын, дедім, дәрігердің сөзін аяқтатпастан. Көптен күткен отамыз уақыты да жетті.
мені отаға дайындап жатқызып қойды. Анам байғұс жүзімен нұрлана қарап, бәрі жақсы болады дегендей көзқараспен тұр. Өзім де қатты уайымдап жатырмын. Алла қаласа бәрі жақсы өтсінші. Бірақ кеудемде бәрібір бір беймаза сезім жанымды жегідей жеп жабарады. Болды деп. Амал жоқ, мен бұл әрекетке баруым керек. Мен әлі жаспын, өмірім алда. Мен өмір бойы бұлай ақсаңдап жүргім келмейді. Иә, жанымды шүберекке түйіп отырмын. Алла қаласа айығып кетемін. Шамамен 14 сағаттай өтті. Ота бітті деп хабарласты анама. Бірақ мен әлі есімді жимағам. 6-7 сағат тағы да жатқанмын. Дәрігерге не сәтті өткенді, не нашар өткенді хабарламады. Анам сол бір сәттің өзінде жүдеп кетіпті уайымнан. Арада тағы уақыт өткен соң есімді жиыппын. Менің оянғаныма күмән келтіргендей дәрігерлер де мейірбикелер де жүгіріп келді. Отаның қалай өткен сұрағанымда ойдағыдай деді де қойды. Есімді жиып 2-3 күннен соң өзім аяққа тұра бастадым. Сөйтсем аяқтарым да қолдарым да сол қалыпты. Ештеңе өзгермеген. Жүре алмай қалмаған, бірақ жазылмағанда. Қатты шуландым. Дәрігерлер де сасқанынан әр нәрсені бір айтып көңілімді аулауда. Біраз уақыттан соң бас дәрігер анам екеуміз отырған палатада келді. Мән жайды асықпай түсіндіріп жатыр. Ота жасалуына нақты жауап бере алмадық, бірақ осылай болудан қорыққан едік. Көре жарығыңыз бар екен. Беліңіздегі ең майда тамырларды ажырату қиын болды. Солар қысылып қалған. Оған сәл мүлік етіп тиіссек, сіз бұл жерде отырмас едіңіз. Аяққа тұрып кетсінші деп ниет еткен едім. Болмады. Кішкентай қимылдап кеткен бетте қан кетіп жатты. Біраз қан жоғалттыңыз, сондықтан сізге қосымша қан құйылды. Гемоглобин күрт түсіп кетті. Бұлай жалғасса, өмірден озып кетуіңіз әбден мүмкін. Кешіріңіз. Әрине, бірақ сіз осында тірі отырғаныңызға қуануыңыз керек. Біраз жатып күттінген соң қайта елімізге қайттық. Денемде ауырлап жүрсе де, жұмысымды жасап жүре бердім. Аяғы жоқтар қаншама, осы күніме шүкір дедім. Я Алла. Арада біраз жыл өтті. Нағыз ақшаның буына кірген уақыт болды. Жасым қазір 26-ға толды. Күйеу дегенді мүлдем ұмыттым. Ақсаңдап жүріп өз жұмысымды жасап жүрдім. Дүңгіршегімізді апайымыз екеуміз бірге жаңарттық. Ол жерде отырғанына 15 жылдан асыпты. Кәсібін дөңгелетсе де жаңартуды мүлден ойламапты. Жаңартуға біраз қаражат жұмсалды. 5 айдай уақыт өтті. Дүңгіршегіміз әдемі болып, дүңгіршектен көрпе дүкеніне айналды. Апам да қатты қуанып қалды. Шүкір, өміріміз жақсарды. Анам да мен де шүкір жақсы өмір сүре бастадық. Кешкісін, кешкі асымызды ішер кезде анам әңгіме бастады. Қызым, сенің тұрмыс құруың керек. Үйді де дүкеніңді де жаңалаттың. Енді өз жұмысым өзіме жетеді. Сені ұзатсам басқа арманым жоқ. Менің жұмысымда Карина деген құрбым бар ғой, білесің. Соның ұлы сені ұнатып жүр екен. Карина сенімен сөйлессін деп қоймай жүр. Сенің номеріңді бердім. Анашым, мұның не? Мен тұрмысқа шықпаймын. Мына түріммен қалай келін болып жүремін? Ол жақта қандай адамдар барын кім білсін? Мен енді маған ақсақ деген атты айтқанын қаламаймын. Қызым, әр әйелдің бұл өмірге келгендегі миссиясы ана болу, әйел болу. Сен оған қарсы тұра алмайсың. Сондықтан сөйлесіп көр, мені жерге қаратпа. Анамның бұл ісіне қынжылып ашуланғанымен бір жаға ойланып жүрдім. Себебі анам маған жақын адам. Бөтен адам емес, танысымыз. Бірақ ол жігітті өзімде көрмегенмін. Не болар екен? 7 жыл өтті. Жасым 30-дан асты.
Анамның айтқан жігіттерінен әбден мезі болдым. Тіптен ешкімді көргім келмейді. Болашағымнан қорқам. Шүкір, ақшам бар, бизнесім бар. Ешкімнен қол жаймай өмір сүріп келемін. Кейде сол бір баланың иісін, өмірдегі ең керемет жанның әйелі болып жүргім келетін. Бірақ білмейм. Дүкенге апама бара жаттым. Бар қайғымды апама айтамын. Сол кісі ғана менің жанымды түсінетін. Асығып, бағдаршамнан өтер жолда жүйткіп бір машина келді. Келеріммен қоймай, тоқтатады да, апыр-топыр бетімді жауып, көлікке салды да кетті. Қанша тұрмысып бақсам да, шамам жетпеді. Жол ұзарып кетті, бір ауылға келіп тоқтады. Түссем, бетіме ақ орамал жауып, үйге кіргізді. Не болып жатқан түк түсінбедім. Жан-жағымда шулаған адамдар, көзімнен жас шықпады. Түрім боп-боз. Анама хабарлассам өшірулі. Апама хабарластым, бірақ телефоны сөніп тұр екен. Көтермеді екеуі де. Екеуіне хабарлама жібердім. Мені алып қашып кетті. Полицияға хабарласыңдаршы. Анамнан да, апамнан да хабар жоқ. Амал жоқ. Сол үйдің ақ келіні болып қалдым. Менің соңымнан қалмай, ақсақтығыма қарамай жүрген күйеуім қарсы алдымда тұр. Ал анам айтқан сүйкімді де сүйікті енем, ол Карина екен. Ақыры дегендеріне жетті. Басында көлгерсей бастадым. Жұмысқа баратынымды айтқанда, әр сылтауды айтып, артқа шегіндіре берді. Соңында жұмысым жайына қалды. Анам байғұс, артымда қалған жиған тергенімнің барлығын осыларға сұғып бере салды. Дымым қалмады. Оларды өзім қолдансам мейлі екен. Иә, ештеңе алмадым. Анама өзіміз аламыз деген соң, қиналмайын деп, анам қолдарына қаражатты ұстата салған. Жұмыссыз, ақшасыз, үйсіз, дүниесіз бұл қала бердім. Маған бәрінің көзқарастары өзгеріс бастады. Анаңа ештеңе айтпа дегеннен басталды. Құдай білет дейін, менің ақшама үйдегі қайын әпкемді ұзатты. Маған сол қыздың қалған құтқандарын беріп, оған бәрін әперді де ұзатып жіберді. Қайын сіңілім бар. Ол әлі мектеп оқиды. Мектеп оқыса да тілі құлаш-құлаш. Үйленбей жүрген 40-тың қырқасынан асқан 3 қайнаған бар. Одан енемнің сіңілісі 2 қызымен үйге келіп жатып алған. Қандай адамдар түсінбейсің. Осы үйге мені как служанка етіп ала салғандай. Өмірім күрт өзгерді. Үйдегі адамдар мені жұмсайтынмен қоймай, ақсақ қатын деп ат қойып алды. Қалай налымайсың? Анама іште қатты ренжіп жүрдім. Бірақ ол бұлай боларын қайдан білсін. Үйде топырлаған адамдар, таңғы ас, түскі ас, кешкі ас. Жаз болса поляға салатын. Қыс болса мал жанына қарауылдатып қоятын. Жас емеспін, содан ба денсаулығым сыр беретін. Үйдегі адамдардың маған қарағанына қарап, бала көтергім келмейтін. Құдай да соны көріп білгендей, 4 жыл бойы бала бермеді. Соңында бала үшінде біраз ұрыс естейтінмін. Мені сыйламаған адам балама қалай бас көз болсын. Бірақ күйеуім сәлде болсын жанашырлық танытатын. Не десін, төсекте бас қосатын қатыны ғой. 3 жыл тірлікпен алыстырса, тағы 1 жыл бүйдеусің деп, тағы менімен алысты. Барлығын тізіп жазып, өзімді қинағым келіп тұрған жоқ. Осы 4 жыл өткен соң жатырыма бала бітті. Онда да түсіп қалу қауіпімен әрең жүрдім. Соңында 31 аптасында недоношенный бала босандым. Онымен ауруханада айлап жаттым. Басында киста бар, суы бар, жылағанда көгеріп қалатын. Баламның өмірін сұрап күндіз-түні Құдайдан тілеп жүрдім. Аман есен болсыншы,
Бұлай тіттей баланы сынамаша деп ағыл-тегіл болдым. Өз-өзіме келе алмай жатқанда енем хабарласа беретін. Онымен сөйлесетін көңіл күйім де жоқ. Қоймаған соң тұтқан алдым. Неге алмайсың бірден хабарласқанда? Апа, мен баламның жанына барып келдім. Бос кезде тек ұйықтап жатырмын. Тамаққа да әзер үлгеріп жүрмін. 2 сағат сайын баламның жанына барып келем. Ұйқыға өмір тоймайды әйтеуір. Сол ұйықтағанша тамақ ішпейсің ба? Шүлдірлеген денеңнен не пайда? Ұйықтасаң, сүт шығып қалады ма екен? Я, апа, ұйықтау керек екен. Тамақтан бұрын ұйқы маңызды. От тапты. Әй, әлгі Светтің ақшасын сұрап жатыр. Баланың ақшасы түссе 12 000 теңге салып жібер. 12 000 теңгесі несі? Иә, бол тез. Менің жұмысым көп. Жақсы, қазір салам. Айтатыным осы. Баламның ақшасы түскен еді. Дымын қалдырмайды. Жүргек пұлы қалмады шіркін. Ақшамен қоймайды. Қайт дейді. Қалай қайтамын? Балам қайта-қайта реанимацияға түсіп қалып жатса. Қайта сол ауруханада барлық органдар тексереді екен. Барлық жері сау. Тек осы баста проблема болып тұр. Бірақ салмақ қоса келер жақсы болып кетеді дейді. Мүмкін қатты ауыр емес те шығар. Сонда да қорқам. Көгеріп қалған кезде жанымды қоярға жер таппай қаламын. Иә, осылай қалай уақыттың өткенін білмей қалдық. Балам жақсы болып шықты. Бірақ иммунитеті әлсіз. Қандай ауру болмасын тез қабылдап қалады. Тез жазылғанымен 1 ай өтпей қайтадан ауырып қалады. Сәл салқындаса болды, түшкіріп мұрны ағып мазасы болмай кетеді. Ана болған соң бар зейінің балаға ауады екен ғой. Ата-ананың қадірін түсінгендей боласың кейде. Балам әне-міне дегенше 1 жасқа келді. Не атап өте алмайсың, ақшаңды алып қояды. Өзімде меңіреу бору болдым. Осылардың айтқанына көніп, дегеніне еріп, бір күні қатты зым келді. Енем айтқанын істеткізе алмаған соң, баламды оқтаумен төмпештеп жатыр. Өзім мәпелеп отырған баламды өзім ұрмақ түгілі ұрса алмаймын. Жетіп барып енеме қарай оқтауды лақтырып жібердім. Апа, шыдамның да шегі бар. Не болды, өзі немереңіз ғой. Өзін әрең адам қылып алғанда, титымдай балада не үшін қалды? Мен едім ермегіңіз, енді балаңма көштіңіз ба? Жетеді ғой, болды. Әй, Әлия, мен оған теледидардың пультін әпер дедім, болды. Өз айтқанымды жасамаған. Ұрсам тағы жылап қашып бара жатыр. Одан соң ашуым келіп ұрдым. Неменеге маған бөжілдейсің? Орныңды біл, бетбақ. Апа, кімнің бетбақ екенін білмеймін. Бір білерім, бүгін мен бұл жерден кетемін. Осы қорлықтарыңыз да жетеді. Күң секілдімін. Бұл үйде орным жоқ. Өздерің балқышып шалқып өмір сүре беріңдер. Әй, мынау қайтеді? Әй, балам, мына қатын кетем дейді. Алып қал. Әй, бала. Алды-артыма қарамай киімдер жинап, баламды алдым да шығып кете бардым. Артымнан бір дауыс естілді. Сөйтсем, күйеуім екен. Әлия, тоқта. Жайыма ғой мені. Мен де барамын сендермен, деді де күйеуім ілесеге жөнелді. Артымызда апам жылап қала берді. Бір жағы іштей қуансам, бір жағы налып отырмын. Қатты жаным ашып кетті. Біз пәтер жалдап тұрдық біраз уақыт. Ақшадан қиыншылық көрдік. Баламды балабақшаға берейін десем, ол да ақша. Әйтеуір күнелтіп жүрдік. Сондай бір күндердің бірінде анам үйіне шақырды. Бірақ жүрегім дауаламады. Сырқаттанып жатырмын деген соң, сол жаққа көшіп бардық. Менің жайымды көріп, анам өзін-өзі жегідей жей бастады. Тұйықталып, мүлдем сөйлемей қойды. Іштей біраз азаптанды ма, солай 1 жылдай жүріп өмірден озды. Анам қайтыс болған соң күйеуімнің жүрісі көбейді. Мән бермеуге тырыстым. Себебі күйеуімді құлай сүймедім.
Балам үшін шыдап жүрдім. Бар бақытым балам болды. Онсыз өмірді елестету мүмкін емес. Алдағы жағдайым не болады, тіпті ойлануға шамам жоқ. Әйтеуір өтіп жатқан күндер. Аурухананың алдын жуып, балама азық пен киім-кешек әперіп жүрдім. Балам үнемі жанымда жүрді. Бастығым жағдайымды түсінген соң, баламның қасымда болуына келісті. Күйеуім бір күні үйде болса, бір апта жоқ болды. Оған етіміз де үйреніп кетті. Қайтем енді, оның өмірін құртқандай болдым. Ол да мен де жүрген бір бейшара болдық. Бейбақ болдық. Ашулануға да жылауға да мұрша жоқ. Алдағы уақытта баламның болашағын жоспары құрып бастадым. Күйеуім мен тіпті некеде емеспіз. Балам өзімнің атымда. Енді не болар екен? Күйеуіме көңіл бөлмей кеткен соң ба, ол бір әйелді кезіктіргенін айтты. Оған қарсы уәж айта алмадым. Жолын бөгемедім. Оған деген бір тамшыда сезім жоқ. Жолың ашық дедім. Қайтсын, ол да адам ғой. Тіпті ол әйелді маған таныстырды. Баламды көтеруге келіп тұрамын деп, ағынан жарылып кетті әйтеуір. Мейлі. Баламды көтеріп алып, жұмыстан үйге сүйретіліп келе жаттым. Қысқа жолмен жүрейін деп жаяулатып, ойланып келемін. Жолдың арғы бетіндегі баяғы жұмыс жасаған дүкенімде көзім шалды. Баяғыша әдемі болып тұр. Жарық жанып тұрғанына қарағанда әлі жабылмаған сияқты. Аяғым тартып тұр. Апамды сағындым. Менің екінші анамдай боп кетіп еді. Алдына дейін жақындап сүйретіліп бардым. Бірақ кіруге бата алмадым. Кеттім. Көзіме жас үйірілді. Кенет соңымнан таныс дауыс естілді. Әлияш, қызым-ау, қалайсың айналайын? Артыма бұрылсам, баяғы дүңгіршектегі апатайым. Қалжыраған қарт болыпты. Өмір мені есеткендей апамды да қартайтыпты. Көзімдегі толып тұрған жасым парылдап аға бастады. Өз-өзімді ұстай алмай жылап жатырмын. Менің бұл күйімнен сескенгендей баламда бетіме қарап жылап жатыр. Апам болса дереу жаныма келіп басымды сипап жатыр. Айналайын, қой балам, мына жүгірмекті шошыттың ғой, ішіңе ыза мен кек толып қалыпты ғой, жаным-ау. Анаң сені бақытты деп еді марқұм. Айналайын, бақытты адам осылай жылайды ма? Құлыным-ау, табан астында алып қашты да жоқ болып кеттің. Бір гәптің барын сол кезден-ақ біліп едім. Қалжыраған қу басым, сол кезде бір нәрсе қылсамшы, араларына түспейін деп жүрдім ғой. Дүкеннің алдында, кеш қараңғысында, үшеуміз бірге көз жасымызды көлдетіп отырмыз. Әбден шерімізді тарқатқан соң, апам үйіне ала кірді. Үйінде баяғы мені мотоциклмен шығарып салған баласы жүр екен. Иә, сол кештен бастап менің өмірім күрт өзгерді. Қайтадан сол дүкенде жұмыс жасадым. Апамның жалғыз ұлы Бауыржан мен күн өте тіл табыстық. Арты әдемі тойға ұласты. Екеуміз кәдімгідей махаббат болдық. Махаббаттың не екенін, қандай сезім екенін енді түсіндім. Мүгедектігіме де, ажырасқаныма да, баламның бар екеніне де қарамай, маған қолдау білдірген апам мен Бауыржанға шексіз алғыс. Басы ащы, аяғы тәтті болған сұм өмір-ай. Өз үйімді сатып, бизнесімізді өрлеттік. Дүкенге қажеттінің барлығын сатып алдық. Күйеуім бізді көреріміз болды. Апам екеуміз сауданы екі жақтап жүргіздік. Баламды балабақшаға орналастырдым. Көп ұзамай 9 ай 10 күннен соң сүр-сүйкімді қыз босанып алдым. Аллаға шүкір айтамын осы күніме. Анамның басына барып жиі Құран оқып тұрамыз. Анашым-ау, менің халім қазір өте жақсы. Қызыңның мықтылығының арқасында барлық сынақ артта қалды. Бұрынғы күйеуімнің немен айналысып жүргенін қазір бейхабармын. Ешкімнің өмірінде шаруам жоқ қазір.
тек өзім үшін, өзімді жақсы көретіндердің қасында өмір сүріп жүрмін. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Аман болыңыздар.